Армысыздар. Бауырсақ ертегісінің кейіпкері атаны жасалу жолын көрсетемін. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны міндетті түрде басып кетейік. Алдымен атаның лекаласын дайындап алдым. А4 қағазға бастырып дайындап алдым. Оны фетрға салып, қиып, жабыстырып, рет-ретімен тігіп шығамыз. Тігілу жолдарында көрсетемін. Ең бірінші басы мен денесін біріктіріп аламыз. Мен бірінші қолмен жайлап тігіп көрдім. Себебі түсінікті болу үшін қолымен тіктім, кейін бәрін машинамен айналдырып тігіп шықтым. Келесі сақалын саламыз, атамыздың сақалын тігіп шығамыз осылай. Каналымдағы видеоларды подпискасыз, тіркелусіз қарайды екенсіздер, сондықтан каналыма тіркеліп кетіңіздер. Қоңыраушаны міндетті түрде басып. Енді атамыздың галстугында бірге тігіп жібердім, сақалымен бірге. Енді шалбарын тігеміз. Шалбарын тігіп болғаннан кейін атамыздың қолдарын тігеміз. Қолдарының өзінің ыңғайы бар. Саусақтарын бар, қолы саусақтарын асықпай отырып тігеміз. Мұрынын, екі төбесіндегі шашын бәрін осылай тігіп шығамыз. Көз, мұрын, аузын саламыз. Міне осындай атамыз шықты. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны міндетті түрде басайық. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.